Ал отандасымыз Бекзат Алмаханға тоқталатын болсақ, Бекзат Алмахан UFC-дағы статистикалық көрсеткішке сенетін болсақ, бас аяғы карьерасында 13 кездесу өткізіп, оның 11-інде жеңіске жетіп, 2-інде жеңіліске ұшыраған. Біз білетіндей, Бекзат Алмахан қарсыластарының көбісін нокаутпен, болмаса техникалық нокаутпен жеңіп жүргенін білеміз. Оның рекордына қарабақ, яғни 9 жеңісі нокаутпен аяқталғанына қарабақ, біздің жауынгердің тік тұрып соғысуының өте жоғары деңгейде екенін атап өтуге болады. Сонымен қатар Бекзат Алмаханның жалпы джиу-джитсу стилінде өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Бірақ біз білетіндей, Бекзат Алмахан өзінің өткен жылғы наурыз айында өткізген UFC-дағы дебюті барысында Умар Нұрмагомедовке қарсы кездесуде небәрі 10 күнді қысқа мерзімде шыққан кездесуде өкінішке орай жеңіліс тапқанын білеміз. Бірақ та бұл әрине Бекзат Алмаханның өнеріне баға беретін кездесу емес деп ойлаймын. Өйткені біріншіден атап өткенде бұл кездесу өте қысқа мерзімде болды, және де Бекзат Алмаханның виза алу барысындағы мәселелерге байланысты Американың Лас-Вегас қаласына кездесу басталуына небәрі 4 күн қалғанда барғанын білеміз, достар. Және де тағы бір атап өтетін нәрсе, Бекзат Алмаханның жалпы 9 нокаутының 7-і бірінші раундта орын алған атап өтуге болады. Және де біз еске сала кететін нәрсе, дәл осы Умар Нұрмагомедовтың карьерасына ең алғашқы UFC-дағы нокдауны дәл осы Бекзат Алмаханның қолымен жасалғандығын білеміз. Әрине, сол сәтте бәріміздің әттең ай деп қалған кезіміз бар екенін атап өтейік. Алла қаласа, алдағы уақыттарда мен жайлы еститін боласыздар. Мен барынша өз-өзімді көрсетуге дайынмын бұйыртса. Әлі шуатам. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде біздің отандасымыз фаворит болып отыр. Менің ойымша бұл кездесуде Бекзат Алмахан Брэд Катонаны төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Өйткені біз білетінді Брэд Катона өзінің UFC-дағы мансабына қарайтын болсақ, бұл жауынгер осы UFC-дағы отымен кіріп күлмен шыққан жауынгерлердің бірі деп айтсақ қателеспейміз, достар. Және де бұл жауынгердің The Ultimate Fighter деп аталатын теледидарлық шоу барысындағы кездесулеріне назар аударатын болсаңыз, бұл жауынгердің кездесулері өте қызыққа толы екендігін атап өтейік, достар. Және де әрине бұл кездесуде біз Бекзат Алмаханның жеңіске жетуін тілейтін боламыз, достар. Мен мұнда жеңілу үшін келген жоқпын, мен UFC-ға. Мен мұнда тек қана жеңу үшін келем. Жеңілу ойымда да жоқ, Алла қаласа.